Баршаға ассалаумағалейкум, сіздермен Ықылас Аралбаев, React.js сабақтарымызды давам етеміз. Бүгін сіздерменен React Router DOM деген кітапханадан пайдаланып, өзіміздің single page application'ларды қайтып жаратуды көріп шығамыз. React Router DOM деп Google-ға іздең. Router DOM. Да, мінекей. Іздейміз, и бізге React Router DOM-ның официальный сайты шығады. Бұл package, яғни біздер React-қа бұны ұстанып кетуіміз керек болады. Өзіне өзі, React-ың өзінде бұл нәрсе жоқ. Хоп, getting started, көреміз, заттар бар. Бұл не зат? Бұл, мысал үшін, біздерде бірнеше бетлі сайттар болады. Мысал үшін, YouTube-та example көреміз. Алдын бірінші сабақта бұны түсіндіріп едім. Мысал үшін, мен главная страницадан short страницасына, яғни подписки страницасына өте жақпан. Басаман, не болады? Бізде сайт обновление болмайды. Недегі пәз өзгереді. /feed/ /subscriptions деген не болды? Пәз өзгерді. Егер главныйға өтетін болсам, менде пәз және өзгереді. Енді уже пустой мынандай яғни home page-ға бізде өттік. Мысалы үшін мен берден бір пейджден екінші өтетін уақытында сайт жаңаланып отқан жоқ. Вот, React Router DOM бізде React-тағы сол нәрсені атқарып береді, сол вазифаны атқарып береді. Енді бізде одан қалай пайдалануымыз мүмкін. Апай React приложение істеп қойпан. Содан енді бізде не қылмыз керек? Терминалда ашуымыз керек болады. Терминалда мына сервер тоқтату үшін Ctrl+X демаса Ctrl+S. Clear дегендегі С бар ғой. Соны басып тоқтатамыз. Мысалы үшін тоқтатып істеймін. Бізге енді npm install React Router DOM-ды ұстанып кетуіміз керек болады. Алдына sudo қосылсам, менде проблема шығады. Сіздер sudo-ны қосуын шертіңіз. React Router DOM-ды деп қоямыз. Password 0. Алдында күтеміз. Бұл бізге кеп берді. Осы жүдейім жеңіл кітапхана. Енді кітапхана істеу үшін бізге main.js-қа өзіміздің straight mode өшіп істеймін. Бізге керек емес пока что. Browser router деген компонентке орап алуымыз керек болады. app.js-ті. Яғни main.js-дің ішінде. Browser router бұл React Router DOM-нан келеді. Хоп, save басамын. Енді app.js-ге барамын. Бізге routers деген компонент керек болады. Мысалы үшін бір div-ге барайын. И routers дегені бұл роутларды сақлап тұратын жер. Яғни мысалы үшін бағана көрсеттім ғой. Главныйда, яғни пустой слэш болып тұрған уақытында мына страница шықсын. feed/subscriptions деген пәзға өзгерген уақытында мына страница шықсын. Мой каналға өткен уақытында уже мына компонент шықсын деп бізге бөліп тексеріп тұрады. Біздің каналымызға подписаться етің. Хоп, енді бізге енді бірнеше страница керек болады. Алдын бізге тек қана бір app.js-дің ішінде істеп жүрген болсақ, енді бізге home, about, contact, мысалы үшін соңғысынан әзірлі страницалар керек болады. Оларды біздер screens деп бір папка ашамын. Оның ішінде home.jsx деп папка ашамын, файл ашамын. Бұл жерде React Arrow Functional Component, бұл нәрсені алдын сізге көрсеттім, яғни snippet бұл React Arrow Functional Component Export дейтін болсақ, бізге осы нәрсені әкеліп береді. Тайын компоненттің скелеті. Хоп, енді home деп қоямын, пока что ешқандай қосымша заттар шарт емес. Screens-тан about.jsx деп және бір папка файл ашамын, бердем сол нәрсе. About general file contact. Мынандай қылайық, users.jsx болсын. Юзерлардың листлері болады қазір. React Arrow Functional Component. Users. Енді 3 компонент жаратылды, 3 screen. app.js-ке барып тұрып, сол 3 screen-ді 3 түрлі пәзға бөлуім керек болады. Routes деген компонент шақырылғаннан кейін, оның ішіне мына жерде шақырып алың. Бір route деген компонент керек болады. Оны қайтадан әкелеміз, өзіміздің browser route, то есть өзіміздің React Router DOM-на әкелеміз. Енді route деген компонент бұл
тақ компонент, мындай деп жауып қоямыз. Пәз қабылдайды. Яғни қайсы пәз үшін страница жарата жатсаң. Бірінші пустой пәзіміз үшін, яғни home page үшін. Пустой пәзге кірген уақытында бізге енді қайсы элементті шығарып берсін деймін. Тең curly brace өзіміздің home деген компонентті импорт қыламыз. Яғни ол мына жерде импорт қылынған болу керек. Қазір ғана импорт қылдым. Home скриннің ішіндегі home деген компоненттен әкеліп берді бізге. Оны біз элементке мына жерге шақырып қоюымыз керек болады. Сохранить басамын, қайтадан кіремін өзіміздің проектімізге. Бізде проектіске түспеді елі. Терминалға өтіп npm run dev қылып ашып алуымыз керек болады. Кіреміз. Home шықты. Не үшін home шықты? Себебі бізде қазір пустой страница отырды, пустой слэш отырды. Бізде бұл нәрсе тура істеп отырды. Енді кейін тағы бір пәз жаратамын. Road пәз, мысалы үшін users болсын, users. Element, енді қайсы элементті береміз? Өзіміздің users деген компонентті беріп қоямын жерге. Қараймыз. Енді қарайым, мен жерге slash users дейтін болсам, маған users деген компонент шығады. Не үшін? Себебі мен жерде users деген пәз берілген уақытында users деген компонент шығар деп сол жерде айтып қойыппын. Енді қараң, мысалы үшін мен жоқ бір пәз жазып беретін болсам, не шығады? Пустой страница шығады. Бұл нәрсені қазір турлаймыз. Бұл дегені өзіміздің React Router-дан істеп атапты деген сөз. Енді келін өзіміздің about page-ден жазып жіберейік. Road page about element about импортлаймыз һәм бұны жауып қоямыз. Кіреміз about. Енді түсініп жатқан бір жер бар. Яғни мысалы үшін мен about-тан home-ға өтетін болсам, қайтып өтетпін, жоғарыдағы пәзді қолдан өшіріп, бұдан кейін өтетпін. Бұл тур нәрсе емес. Линк арқылы өту керек. Мысалы үшін бізде navbar болу керек. Navbarда home, users, about деген компоненттер болу керек, линклер болу керек. Басқа уақытында сразу өтіп кету керек. Жаңа YouTube-тағыдай. Мұның үшін бізге src-дан components деген папка жаратамын. Оның ішінде header.jsx болсын. Header. React function component. Bu yerде уже өзіміздің header. Бұған класс береміз header деп. UL. Сол үшін бізде линктерді қайтып жаратамыз. API-ге A тег арқылы жаратамыз. href home. Яғни home-ға өту үшін біздегі пустой слэш болу керек. Home деймін. Бізде list item-ға орауымыз керектік. Негізін алып қараған шарт емес еді, бірақ семантик тараптан тура болу үшін қылып кете берген сұнақын. Екіншісінде уже users болсын. Users. Үшіншісінде about. Сол, жетке. Енді header компоненті мен қайда шақыруым керек? AWS. Бір вариант бар. Мысалы үшін мен home-ға өткен уақытымда home-ға header деп шақырып қоямын. About-ға өткен уақытымда бұл тұру керек. Соның үшін about-ға шақырып қоямын. Users-та header көріну керек. Соның үшін users-қа шақыруым керек болады. Хоп, бұл тур жол емес. Және бір жол бар. App.js-та біздер Routes-та пейджлар үш жерде өзгеріп тұрады. Мына жер, мына қатылам өзгермейді. Сол өзгермейтін қатыламға мен header-ді әкеп шақырып қоюым мүмкін. Енді қарайтын болсақ, home, users, about. Мен users-ға өтетін болсам, users-ға өтеді. About-ты басатын болсам, about-ға өтеді. Енді бір нюанс бар. Қара. Именно мына жерге айтып беріп тұрмын. Сайт обновление болатын жерге. Users-ты басқан уақытында көрсіз бе? Home. Кіттай шығып атыпты, сезіп атқан жоқсыз ба? Бірақ не отырыпты? Сайт обновление отырыпты. Негізін алып қарағанда ондай болмау керек. Қараң, мен нетворкқа өтемін. Келін, мысалы үшін жүдем астен қылып қоямын. Performance-ға өтіп тұрып. Қыртеді. Да, CPU-ды 6 есе төмен қылып қоямын. Users-қа өтемін. Қара. Не отырыпты?
сайт полный обновление отырды. Users'қа уже кейін барып users'қа өтіп жатырды. Сайт жаңаланып жатырды. Бұны орнына қайтарып қоямын. Офлайн деп қоймын. Все. Яғни көрдіңіз деп ойлаймын. Біз тура жолда емеспіз. Именно қайерде? Именно хайдердағы линклерді жаратуда. Бізде A тегіне арқылы емес, уже сол React Router домының өзінің бізге беріп қойған линк арқылы линк жаратуымыз керек болады. Яғни импорт қояйық. Келin import link from React Router домына. Біз link компонентін алып тұрып, бұл жерде A тегінің орнына пайдалануымыз мүмкін. Уже бұл жерде href емес, to болады. Яғни қайсы бетке өтейін деп сұрайды бізден. Бұл жерде сондай, бұл жерде to. A тегінің орнына to-ды бер, link-ті береміз, href-ті орнына to-ды беріп қоямыз. Енді қараң, уже мен өтетін болсам, жүзден біріншіден тез өтеді, екіншіден сайт ешқашан обновление болмайды. Яғни бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келin азғантай стиль беріп қоямын хедерға. Index CSS бар. Display flex, align item center болсын. Padding мысалы үшін жоғам етім 20 пиксель, шеппені 10%, background color мысалы үшін. Келin Blodger жүден қиын сол background сайлау деген нәрсе. Color сайлау деген нәрсе болмау қарағанда. Just content end болсын. Flex end. Хоп, хайдардың ішінде бізде UL бар. Стильдер енді сізде проблема болады деп ойламаймын. Gap 12 пиксель, align center. И бізге обязательно list style болу керек. Енді хайдардың ішінде бізде UL бар, оның үшін list item, оның ішінде A tag бар, color мысалы үшін white, font size мысалы үшін 18 пиксель, text, decoration, қандыр хейдер кеп түсті. На самом деле осындай тұру керек. Осымен жақындатып қойдым. Енді келin жерге font family, system UI деп қоямын. Яғни болды. Хейдер пайда болды бізде. Мен homeға өтсем, бұл homeға өтеді, users'қа өтсем, users'қа, about'қа өтсем, about'қа өтеді. Полный сайт істеп көрсету ниетім жоқ, тырқам технологиядан пайдаланып үйрету бүгінгі сабақтың мақсаты сол. Кейінгі нелерді, проектлерді, видеоларды, проектлерді істей береміз арқайын. Сіздің уақытыңызды алмай, енді тикарға нәрсеге өтейін, яғни стильдерге көп уақыт өтпейміз. Мысал үшін менде users бар, users компонентіне өтемін. Кейін мен мысал үшін user effect деймін. Кейін константа бірінші болып өзіміздің users деген stage жаратамын. Хуклар хақында өткен сабақта сөйлестік. Ол array болады, пока что пустой болады. Енді қара, мысал үшін мен user effect арқылы юзерлардың мәліметтерін әкеліп қоямын. Мысал үшін fetch JSON placeholder керек бізге. Уже to-do's емес, бірақ users болады. Бізден бізге response келеді. Response бізді JSON арқылы парс қыламын. Кейінгізден де бізге data келеді. Бізге консолға келin датаны бірінші шығарып көреміз. Data. Көреміз. Консолға кезде шықпайды, не үшін? Себебі мен елі users page-на өтпедім. Users page-на өтемен, неке? Бізге 13-түк юзерлардың мәліметлері келіп шықты. Енді мен осыларды экранға шығаруым керек. Келin жерде класс беремін, users page болады бізде. Section болсын. H1. Келin employees деп қоямын. Employers. Қандай болады, не? Employees or employers. В общем, employee бар, короче. И бізде UL бар. UL-да уже бізде list. List item. Қараң, list item шығармай тұрмай енді қараң. Осы UL-дің ішіне мен юзерларды шығаруым керек. Юзерлардың name-ін, email-ін шығаруым керек болады. Оның үшін мен
мына датаны set users деп тұрып, мына users'тың ішін сақтап қойым керек. И енді қараң, users'ты мен map қыламын. Map деген біз итерация. Item әр сапар бізге return қылып беру керек. Домалақ соқ болу керек именно мына жерде. Һәм оның ішінде келіңіз link арқылы болсын. List item болады бірінші. Оның ішінде link. Не үшін link? Себебі юзердің ішіне кіріп кетуі мүмкін. Хоп, оның ішінде бірінші span-да уже item.name. Name де, неке? Name. Һәм қасында bold болады уже. Item. Ал здесь басам. Хоп. Phone number бар. Email шығарып қояйық келін яқшы. Email. Save қыламан. Қараймыз уже неке? Employeelар, Lane Graham, қандайдыр email атылар шығып атыпты. Азында стиль беріп қойман қазір. Стиль беретін жерлерді қаласаңыз өткеріп жіберсеңіз болады. Негізінен бізде главный нәрсе стиль беру емес. Мысалы үшін padding беремін. Оның ішінде яғни бізде лист болсын. Общий листта list style none. Margin жоғары мен төменге мысалы үшін 30 пиксель шеппен 10-ға 0. И все. Енді оның ішінде list item бар, оның ішінде A тегі бар. Қараң, бағанаға линк бар ғой. React Rotterdamнан келген линкіне. Сол бізге A тегі болып кетіп түседі. Себебі бізде link деген HTML элемент жоқ. Соны A элементіне айландырып жібереді. Padding деймен жоғары мен төменге 12 пиксель шеппен 10-ға мысалы үшін 20 пиксель, border radius 4 пиксель, немесе 6. Border 1 пиксель, solid, HBA 0.0.1. Display блок болады. Margin жоғары мен төменге 5 пиксель, шеппен 10-ға 0. Енді мысал үшін color'ымыз 505, font size 18 пиксель. Display flex десем болады. Да. Item center, gap 2 пиксель. Не. В общем, стиль тарапы енді бағана айтқандай маңызды емес. Да. Әға hover болған уақытында color'ымыз dodge blue деп қойсақ болады. В общем болды. Яғни мен homeға өткен уақытында home шығады, users'қа өткен уақытында user'лар келіп түседі, about'a өткен уақытында about келіп түседі. Мен бұл нәрсені құрдан құрыс дегенім жоқ. Қара. Әрбір user'дің ішінде link бар. Әрбір user'дің өзінің линкі бар. Линкқа біз білеміз to деген атрибут беруіміз керек. Яғни сол бетке өтіп кету үшін, қайсыр бетке өтіп кету үшін. Һәм мен /users деймен, user деймен, қара, бізде itemның ID-сі бар, userдің, әрбір userдің өзінің ID-сі бар. Сол ID арқалы біздер басқа бетке, userдің профиліне өткеріп жіберуіміз керек болады. Бұны мен мына беттен сізге түсіндіріп өте аламын. Мысалы үшін күнімізге кіреміз. Қара. Мен именно қайсты жаңалыққа кіре жақпан. Мысалы үшін келің мұны жаңалыққа кірейін. Кірсем, неке, жазып қойыпты, үйме-үй тексерулер өткізіп. Мысалы үшін қандайдыр жаңалық. Енді маған мен басқа жаңалыққа өтетін болсам, тап сол бет, тап сол нәрселер, не yazып қойған болсаңыз, тап сол шрифт, тап сол текст, просто жаңалықтың мағлұматы басқа, дейта басқа. Ол қалайынша ондай? Оны мысалы үшін қазір мен мына жерден деп тұлысты. Да, мен жоғарда. Қарайтын болсақ, неке, күнуз бізге өтемен, күнуз пустой тұрды, қайсыр жаңалыққа өтемен, /news, /2024, /04-05 айда интернетте ена бір шықпалы лойға мысалы үшін пәз беріп қойыпты. Сол пәз арқалы не отырыпты, әрбір жаңалық қайсы мағлұматты шығару керек екендігін біліп отырыпты. Әрбір жаңалық үшін бөлек HTML файл істеп шықпайды ғой. Бөлек-бөлек өзінің несі болады? Бір HTML файл болады. Сол HTML файлының ішінде мағлұмат өзгеріп тұра береді. Біз енді сол нәрсені істейміз қазір.
яғни мына жерден screens'ның ішінен user profile.jsx болады. Reactor functional component user profile. Һәм users'ның ішінде уже user slash андай деструктуризацияменен, интерполацияменен item.id деп беріп қоямын. Яғни линкті басқан уақытында әрбір user, мысалы үшін бірінші ID-лі user болатын болса, /user/1 деген пэзға өтіп кетеді. Екінші user басса, екінші userға өтіп кетеді. Қараймыз неке. Басамын. /user/1 бізге өтемін. Басамын. /user/3. Сол 3-1 деген ID-лі арқылы бізде қазір user профилдан тұрып, қайсы юзердің мәліметін шығарып беруіміз керек екендігін біліп аламыз. Оны қалай істейміз? Бірінші app.jsx-ке барып тұрып, user profile деген пейджді мына жерде road сипатында регистрациядан өткеріп қоймыз керек болады. Тағы road жаратамын. user/ деймін. Қайсы ID-ге енді біздер бұл пейджді көрсетуіміз керек. Қайсы ID? Хамме ID. Бізде бір ямаса екі деп индивидуал бере алмаймыз, ол жүден қате нәрсе. ID өзгеріші беріп кетуім үшін мен қосымхат беріп тұрып ID деуім керек. Ямаса user ID. Фарқ жоқ. User ID деймін екен. Пэйдж жаратылды. Bu yerdagi user static һәм оның ішіндегі ізіндегі ID өзгеріп кеп тұратынын бізде айтып жатырмыз. Xo'p, элементқа инзет береміз, user profile береміз. Болды, четкий. Енді қара. Мен қарайтын болсам, ішіне өтемен user profile келіпсі. Егер басқа юзерға кіріп тұрып, басатын болсам, user profile, яғни бір компонентті маған hamma юзердің профилі үшін әкеп беріп тұрды. Яғни бұл жүдейім зор. Енді тек қана сол профилден тұрып, сол user profile деген компоненттен тұрып, жоғарыдағы мына юзердің ID-сін ұсылап алсам болды. Қараймыз. Константа, енді уже бізде params деген нәрсе бар. Яғни use params деген хук бар. Хуклар ақында өткен сабақта сөйлестік, барып сол сабақты көрсеңіз болады. Бұл use params деген нәрсе бізге просто мәлімет қайтарып береді. Ешқандай өзгертпейді. Params console.log paramsты көреміз. Ішінен зат бар. Қайттан қараймен неке. Қазіргі моментте user/ неше отырыпты? 8 отырыпты. Use params'тан бізге дата қайтып отырыпты. Датаның ішіне қарайтын болсақ, неке. User ID 8 деген зат шығып отырыпты. Бұл дегені уже біздердің жоғарыдағы пэзді көріп отырыпты. Бізге қайтып тұрып, егер басқа юзерға керетін болсам, мысалы үшін мынаған өтемін. User ID 5 шығады. Бұл бізде ошибка шығып отырыпты. Ошибка сонда, яғни бізде юзерларды экранға мэпл шығаратын уақытымызда әрбір лист айтымға кей беруіміз керек. item.id деп. Unique кей беруіміз керек. Тақырланбас. Сонда бізден ондай ошибка шықпайды. Қайтаман, басаман, user ID 1. Қайтаман, басаман, user ID 6. Яғни бұл user profile деген компоненттен шығып отырыпты. Бізде енді user profileға h1 user profile of user profile with ID деп тұрып params.id деп беріп қоюым мүмкін. ID емес, user ID деп тұрды. User ID. User ID 4. Бізге қайтаман, басаман, user ID 7. И, мысалы үшін, сол ID арқылы бізде бэкэндке запрос жіберіп, мәліметтен алуымыз мүмкін. Бұл сабақта оны көрсетуім шарт емес. Кейінгі практикаларды істеп жүріп, үйреніп кетесің нәрсені. Бір нәрсе қалды. Яғни, мысалы үшін бізде әмізді істеп отырыпты, homeға өтсем, home шығарып беріп отырыпты, usersқа өтсем, userлар бар, aboutқа өтсем, about. Ешқандай жоқ, регистрациядан өтпеген пэзді басатын болсам, маған пустой шығарып отырыпты. Консолда ошибка береді, warning береді. Screens'қа өтемен, сол нәрсені фикс қылуымыз керек, өзіміз қолдан бұндай пейдж жоқ деп жазып қоюымыз керек болады. Screens'қа өтіп тұрып, мысалы үшін not found.jsx деген пейдж ашаман, reactor function component, ортаға h1 деймін. Class not found. Мысалы үшін text болсын.
Page not found. Back to home. Home degende endi linkке borayman. Okay. To puse slash'niki. Endi not found page'da men app.js'ga borib turib, registratsiyadan o'tmagan page'lar uchun berib qo'yim kerak bo'ladi. Buning uchun route deyman. Yuqoridagi page'lar uchun o'zining elementlari chiqa bersin. Al qolgan hamma page'lar uchun yulduzcha qo'yaman. Element deyman. Not found komponent chiqsin deyman. Bo'ldi уже, time. Okay. Bunday page yo'q dedi. Page not found, back to home. Home bassam, home bo'lib keladi. Users'ga bassam, userlar chiqadi. About bassam, about. Misol uchun yo'q bir narsani bosishga beradigan bo'lsam, page not found, back to home degan chiqadi. Buni ham suslu qilib istab qo'ysangiz bo'ladi. Page not found. Unday emasda, not found text. So'shin padding 40 piksel, margin 40 piksel shipping onga давайте. Yaxshi turasizmi? Margin misol uchun 20 piksel, 10%. Pixel line center, background color RGBA, misol uchun qandaydir gray. Decimeter. Not font text. Not font text. Danida bir harfda nima qoldi. Okay. Tipa so'ng endi bir qilgan o'zingizning stildan berib qo'ysangiz bo'ladi. Endi onun uchun bizda A tag bor. Text decoration none, color dolce book. Xo'p. Menimcha tushunarli bo'ldi bugungi sabog'imiz React Router DOM bo'yicha. Misol uchun blogimda altda juda ham ajoyib zo'r praktikalarimiz bor. Proyektlarimizning ko'pchiligida bu narsa qo'shiladi. Hamma proyektda qo'shiladi narsa. Yo'llaymiz. Unda men birga bo'lgan Xastar Albayev. Video bo'yicha tushunmagan savollaringiz bo'lgan bo'lsa, orqangga berishingiz mumkin. Vaqtim barcha imkonim bo'yicha yordam berishga harakat etaman. Shunday. Like bosing, podpisatsiya bosing, kommentariy yozing. Shunday.